Қайсана кішкентай бала ма? Жігіттер қоймаш бол бастайық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қош келдіңіздер. Біз әнші емеспіз, біз жай ғана сіздерді күтіреміз. Сіздермен келер бастау Барсквен командасы. Олай болса бірден әзілден бастаймыз. Банкте болған оқиға. Адам үйіңіз бірге кейліктің? Жұмыс уақытында. Адам деген еш өлген жоқ, қордай ма? Жамал! Тұршы! Сен не ұқтың? Ағырайсың ме? Кімді осы? Молы! Кім? Атаң емес, ана кешегі бәле шығар е. Ой, осқыр. Братан, алатын алып болында қайтсай үйде, қайтсай! Ішіп алған қойдың өрістен қайтуы. Жәні, мен болған. Мен дауысым қандай еді? Мен дауысым қандай еді? Айтыңдар, мен дауысым. Бұндай емес мен дауысым. Мен дауысым басқаша етін. Бұндай емес мен дауысым. Бұндай емес мен дауысым. Менкі оригинал не етін. Братан, мен танисың ба? Мен кіммін? Қойшың. Қой! Мен қоймын ба не? Қойшың. Братан, мен дауысым қандай екен білесің ба? Нә? О, братан, рахмет. Кешке қалген қуамыз қоя. Қалып қоя. Құрметті көрермендер, сіздердің қазір ғана тамашалағандарыңыз суық күнде далада ілініп тұрған екі нәски. Сонымен ары қарай тамашалаймыз. Бассейнде болған оқиға. Итжен. Көшеде болған оқиға, яғни ауылдың авторитет жігіті қалада. Мен сендерге айттым ғой, липойын жүгірт жіберем, абырой бар мысалға да. Липойын жүгірт жіберем. Братчке, темекі бар ма? Жоқ. Барда темекі екен, ұш бол. Айттым ғой мен сендерге, липойын жүгірт жіберем, липойын, айттымнан жүгірт жіберем. Сонымен тамашалаймыз шахмат ойнап отқан жігіттер. Ассамағет. Баста, дос. Жеңдім бе? Отыр. Ал, бастайық. Құрметті көрермендер, Қазақстан эстрада жұлдыздарының көрермендермен кездесуі. Бірінші Сәкен Майғазиев ағамыз. Сәкен аға, қол қойып беріңіз. Ал енді Мақпал Жүнісова апайымызды.